Фатма анасы мен Азердің істегендерін естіген соң, өзіне қол салғысы келеді. Қоштасу хатын жазып бөлмесіне қойып кетеді. Ол хатты қызметші тауып алып, Рызаға береді. Рыза хатты оқиды. Малика мен Азердің Диланы өлтірмек болғанын жазыпты. Фатма келеді. Мынау не сандырақ деп сұрайды. Фатма бәрін айтып береді. Рыза ашуланып, екеуінде өлтірем деп тұра бергенде, Фатманың іші ауырады. Дереу ауруханаға әкеледі. Ағай ештеңе істемеші деп жалынады. Рыза Маликаға келіп, жүр бір жерге барамыз деп ертіп шығады. Темір жолға келеді. Хатты оқып береді. Қызың сенің кесірінен осы жерде пойыздың астына түспек болды. Ол өлсе, сен қалай өмір сүрер едің, арың мазаламай ма деп әбден ұрсады. Малика еңіреп жылап отыр. Содан Азерді шақырып алады. Қаруын тақап өлтірем дейді. Азер бұны Фатма үшін жасағанын айтады. Малика Фатмадан кешірім сұрайды. Фатма анасына қарағысы келмейді. Сен менен емес, Диладан кешірім сұрауың керек деп ұрсып кетеді. Малика Дилаға келеді. Екеуі отырып сөйлеседі. Малика кешірім сұрайды. Рыза екеуің үйленулеріне қарсы емеспін деп айтады. Кешке үйіне қонаққа шақырады. Фатмаға келіп Диладан кешірім сұрағанын айтады. Фатма қуанып құшақтайды. Дила кешке сыйлықтарын алып келеді. Мелиске де сыйлық әкеледі. Барлығы отырып тамақтанады. Хаканның қаладан анасы келеді. Ясаминге үйленемін деп шақырған анасы, қайдағы бір ауылдың оқымаған қызына неге үйленмексің деп ұрсып отыр. Хакан, егер үйленбесем, сотталамын, дәрігерлік лицензиямнан айырады деп айтады. Үшеуі дәмханада кездеседі. Анасы Ясаминді жақтырмайды. Ертеңіне анасы Азерді шақырып сөйлеседі. Менің балам мен ол қыз тең емес, қарсымын деп айтады. Азер, сен балаңның не істегенін білесің бе? Аңғал қызды алдап төсекке апарған. Менің денка анализімді ауыстырып қойған. Үйленбесін десең түрмеге отырсын. Дәрігерлік лицензиясынан айырылсын дейді. Анасы үнсіз қалады. Содан жекежайға құда түсіп келеді. Дила күтіп алады. Дила Хаканның анасына, Ясаминнің ешкімі жоқ деп ойламаңыз, мен бармын деп айтады. Құда түсіп болып, анасы қаласына қайтып кетеді. Суат пен Доган кездеседі. Доган, бәрі ойдағыдай, Фатма екеуіміз үйленеміз. Азерден кегімді аламын, ол менің өмірімді құртты деп айтады. Ал Суат, жарайсың, мен Рызадан кек аламын, сен Азерден кек аласың. Олардың бүкіл байлығын қолымызға аламыз деп сөйлесіп тұр. Сырттарынан Азердің адамы суретке түсіріп тұр. Ол суреттерді Азерге әкеп көрсетеді. Азер Жананға көрсетеді. Мына екеуі бірдеңе былықтырып жүр деп айтады. Жанан кездескенде тұрған не бар екен деп мән бермейді. Азер сұлтанның Эрен ханымды өлтіргенін айтады. Дәлелім бар. Мына екеуінің де соңына түсейік деп қоймайды. Сонымен Азер Жананға дәлел береді. Жанан бір сұлтанды ұстауға жекежайға келеді. Азер сұлтанға келіп, сенің шаруаң бітті. Осы жүргеніңде жетер дейді. Дила, не боп жатыр деп үйден шығады. Жанан анаңды өлтірген сұлтан екен деп айтады. Сұлтанды алып шығады. Дила айқайлап, жылап, қарғап, сілеп бақырады. Сұлтан қарап тұрмай, Азерде сені өлтірмек болған. Көлігіңді бұзған Азер деп айтады. Азер, өтірік, жала жаппа маған деп айқайлайды. Дила таңырқап қалады. Сұлтан, Жаниб өз көзімен көрген. Ия, Жаниб айтшы дейді. Жаниб, нені көріппін, не айтып тұрсың деппін білмей қалады. Мені араластырмамыстан қатын деп айқайлайды. Сұлтанды алып кетеді. Дила Азерге келіп, сұлтан бұл сөзді бостан-босқа айтпайды, шыныңды айтты маған деп сұрайды. Азер біраз қипақтап тұрып, мойындайды. Фатма үшін жасадым деп ақталады. Азер сұлтанның киімдерін өртейді. Жанан мен Азер, Дила мен Рызаға Доган жайлайтады. Рыза таңданып отыр. Менің адвокатым Суатпен бірге маған ор қазып жүрма деп таңырқап отыр. Азер, оларды қолға түсіруіміз керек. Мен Доганнан күдіктендім, артына адам салдым, күдігім расталды. Фатмаға зияны тиіп кетпесін деп шырылдап тұр. Бір апта уақыт өтеді. Доган мен Суат кездеседі. Доган, мен қорқамын, бұл ойымыздан бас тартайық, мен ойыннан шығамын деп айтады. Суат, неден қорқасың, не болды деп сұрайды.
Доган Азер бірдеңе сезіп жүрген сияқты, жүрісі күдік туғызады деп айтады. Суат, жоқ, бірге бастадық, бірге аяқтаймыз, мен тұрғанда ештеңеден қорықпа. Мен талай қылмыс жасадым, ештеңеде болған жоқ. Рзаны түрмеге қалай отырғызды дейсің? Дилаға қалай үйленді деп ойлайсың? Мен өз лауазымымды пайдаланып үйлендім. Екеуінің де акциясын тартып алдым да ағама бердім. Ал ағам қанша адамды өлтіргенін білесің ба, мен барлығының көзін құрттым. Бұл оның жанында жай ойыншық деп айтады. Жанандар тыңдап отыр. Содан көліктен түсіп келеді. Суат, не болып жатыр деп сұрайды. Азер Доганның костюмін ашып көрсетеді. Шаруаң бітті дейді. Рза, сен түрмеде шірисің дейді. Полицейлер екеуінде алып кетеді. Дила түрмеге Сұлтанға келеді. Анамды не үшін өлтірдің деп сұрайды. Сұлтан, өз қамым үшін өлтірдім. Білмеу керек нәрсені біліп қойды деп айтады. Дила, балаң өскенде бетіне қалай қарайсың деп сөйлеп кетеді. Дила Фатмаға Доган жайлы айтып отырады. Рза мен Азер келеді. Бәрі бітті, Суат ұсталды, бәрін мойындады. Азер жақсы іс атқарды. Азер болмаса біз Суаттың құрығына тағы түсіп қалар едік деп мақтап отырады. Дила Фатмаға Азермен сөйлесті. Фатма тұрып Азердің бетінен екі-үш рет тұрады. Фатма Азерді кешіреді. Азер қуанып құшақтайды. Малика терезеден қарап тұр. Мына сұмдықты көргенше өлгенім жақсы ет деп сөйлеп тұр. Суат түрмеге қамалады. Түрме бастығы Суатты тоқтатып, мені құртамын деп қорқытып едің деп сөйлейді. Ас су бермей бөлек камераға қамаңдар деп бұйырады. Азер Дилаға рахметін айтып отыр. Азер айқайлап үй ішін жинайды. Тойға дайындалыңдар, екі той болады. Дила ханым Мырзаға тұрмысқа шығады. Ал мен Фатмаға үйленемін. 3 күн 3 түн той болсын деп айтады. Содан 15 күн уақыт өтеді. Той болады. Той иелері шығып отырады. Некелері қиылады. Малика жақтырмай отыр. Барлығы ортаға тұрып суретке түседі. Осымен сериал аяқталады.